Сәлем достар, сіздермен бірге Диана, каналға қош келдіңіздер. Көріспегелі көп уақыт болды, араға бірнеше уақыт салып, мен сіздерге ағылшын тілін үйретуді әрі қарай жалғастырамын. Жалпы енді мен сіздерге осы YouTube каналындағы курс жайлы айтып өте кетейін. Курс 25 бейне сабақтан тұрады, және сіз осы 25 бейне сабақты қара оқу арқылы сіз ағылшын тілінің жақсы фундаментіне ие боласыз. Ал енді көп кідірмей сабағымызды бастайық. Достар, біз өткен сабақтарда өткен шақты қарастырған болатынбыз, ал бүгін келер шақты үйренейік. Жалпы ағылшын тілінде келер шақтың жасалуының бірнеше жолы бар, бірақ біз бүгін екі жиі қолданатын жолын үйренетін боламыз. Ең біріншісі ол be, going to. Яғни бұл жерде be дегенім сол to be етістігі, демек ол жіктелінеді. I am going to do, you are going to do, және тағы да басқалары. Және де to-дан кейін біз міндетті түрде етістік қоямыз, және де сол етістік инфинитив түрінде болу керек. Және де осы be going to-дің мағынасы ол мен бір нәрсе жасайын деп жатырмын деп аударуымызға болады. Мысалы, I am going to buy a car. Мен машина сатып алайын деп жатырмын. I am going to have breakfast. Мен таңғы ас ішейін деп жатырмын. Және де болымды сөйлем мен болымсыз сөйлем жасау үшін сізге бар болғаны not сөзі керек. Демек, she is not going to have breakfast. Ол таңғы ас ішейін деп жатырған жоқ. Ал енді сұраулы сөйлем жасау үшін to be етістігі бізде сөйлемнің алдына кетеді. Are you going to have breakfast? Сен таңғы ас ішейін деп жатырсың ба? Ал енді қолдану аясын қарастырайық. Яғни мен сіздерге айтып өткендей, бұл бір нәрсе жасайын деп жатырмын деп аударамыз, Демек, сіз бір шешімді өткен шақта қабылдадыңыз, және де сіз қазір айтасыз, мен су ішейін деп жатырмын, мен қыдырайын деп жатырмын, мен демалайын деп жатырмын. Демек, шешім қабылданған, және де сіз сол затты жасап істейін деп жатырсыз. Сізге түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде future simple. Яғни future дегеніміз келер, simple қарапайым. Демек, қарапайым келер шақ. Яғни ол бізде will. Және де формуласын қара жіберейік. Will, және де етістікті сіз инфинитив түрінде қоясыз. Сонымен қоса, he, she, it болсын, will да өзгермейді, етістік та өзгермейді. Мысалы, I will go, мен барамын. She will dance, ол билейді, және тағы да басқалары. Ал егер сіз болымды сөйлем мен болымсыз сөйлем жасағыңыз келсе, will not, бірақ көбінесе жиі қолданылатыны won't. Ал сұраулы сөйлем жасағыңыз келсе, will сөйлемнің басына шығады. Мысалы, will you go, сен барасың ба? Және де ауызекі тілде осы will көбінесе I'll, she'll, he'll деп қолданылады. Сондықтан бірақ сіз жазғанда мұқият болыңыз. Біреуге ағылшын тілінде хат жазайын деп жазсаңыз, немесе емтихан тапсырсаңыз, онда сіз she, will, I, will деп жазасыз. Ал былай сөйлескенде достарыңызбен онда сіз қысқартылған түрін қолдануыңызға болады. Ал енді ең бастысы біз қолдану аясын қарайық. Себебі ол be going to-ға қарағанда ерекше. Яғни ең бірінші сіз болжам жасағанда қолданасыз. Мысалы, it will rain tomorrow. Ертең жаңбыр жауады. Демек, сіз болжап тұрсыз, Сіз нақты білмейсіз ғой, жаңбыр жауа ма, жаумай ма. Мысалы, Асем will pass the exam. Асем емтиханды тапсырады. Емтиханнан өтеді, Сіз бірақ білмейсіз, ол тапсыра ма, тапсырмай ма. Сондықтан бұл жерде де сіз болжау жасап тұрсыз. Екіншісі, келесі қолдану аясы, ол сіз бір шешімді кенеттен қабылдаған кезде. Мысалы, сіз досыңызбен бірге кинотеатрға бардыңыз, ал досыңыз телефонын алмаған, амиянын алмаған. Сондықтан оның билетке төлейтін ақшасы жоқ. Сосын сіз айтасыз, I will pay. Сіз шешімді дәл осы сәтте қабылдадыңыз, Және де мысалы сіз далада мамаңызды көріп қалдыңыз, ауыр сумкалармен келе жатыр. Сосын сіз айтасыз, wait, I will help. Тоқта, мен көмектесемін. Және де біз willді сонымен қоса I think сөзімен жиі қолданамыз. Яғни I think, мен ойлаймын, Мысалы, I think she will pass the exam, Мен оны емтихан тапсырады деп ойлаймын. Енді осы be going to мен willді жақсырақ салыстырып қарайық, Яғни be going to ол сіз шешімді қабылдадыңыз, және де сол іс-әрекетті жасайын деп жатырсыз. Ал will ол болжау жасағанда, шешімді дәл осы сәтте қабылдағанда, сонымен қоса сіз I think сөзімен қолданасыз. Сізге нақтырақ түсінікті болу үшін біз be going to мен willді мысалдар арқылы салыстырып қарайық,
Асем is going to buy a new car. She told me last week. Немесе Асем will buy a new car. She told me last week. Қайсысы вариант дұрыс деп ойлайсыз? Әрине is going to buy. Себебі ол маған алдыңғы аптада айтты дейді, машина сатып алайын деп жатыр. Демек бұл шешімді бұл бұрын қабылдаған. Кенеттен қабылдаған жоқ, болжап тұрған жоқ. Бұл шешімді ол бұрын қабылдаған. Тағы бір мысал алып қарастырайық. This letter is for Rose. Бұл хат Розаға дейді. Сізге бір хат беріп тұр. Сосын сіз қалай жауап бересіз? I give it, I will give it, I'm going to give it. Қайсысын айтасыз? Мен беремін деп. Әрине, I will give it. Себебі сіз шешімді жаңа ғана дәл осы сәтте қабылдадыңыз. Ал енді әдеттегідей достар, тест жұмысын орындайық. Қазір сіздің экранның алдына тест шығады, және сіз дұрыс жауабын таңдауыңыз керек. Ең біріншісі, және де бұл жерде тек қана future simple going to емес, сонымен қоса present simple да болуы мүмкін. Қарапайым осы шақ. Ең бірінші сөйлем I like sport. Мен спорт жақсы көремін, және де қайсысын таңдаймыз? I watch a lot of sport on TV. Себебі сіз үнемі қарайсыз, және де бұл сіз туралы бір факт. Жай ғана present simple. Келесі I need some exercise. Бұл жерде I think сөзі тұр. Сондықтан I think I will go for a walk. Мен серуенге шығамын деп ойлаймын. Достар, бүгінге осы. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, жауап беретін боламын. Және де каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда қызық видеолар көп болады. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!